Сәлеметсіздер ме? Бүгін келін асханасымен бірге қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені жасайық. Дәмі тіл үйрет сорпасы деген қою, маңызды, өте дәмді болған. Келген қонақтардың бәріне ұнады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең бірінші бір тұмбырын, 1,5 орташа кесе бидайды қуырып алдық. Менде ақ бидай болды, сол үшін қуырдым. Егер сіздерде дайын бидай болса, қуырмайсыздар. Одан соң 4-5 стакан су құйып, 10-15 минут қайнатып, бір түнге бұқтырып қойдым. Крышкасын жауып, таңертеңгісін бидайымыз дайын болды. Менде 15 литрлік қазан, соған жартылай су құйып, етімізді салдым. Майсыз еттер алдым. Сүйекті, міндетті түрде сүйекті, сүрленген ет болу керек. Және бір үлкен қазы салдым. Егер майлы көже жақсы көрсеңіздер, майлы еттер салсаңыздар да болады. Қайнамай тұрып, көбігін міндетті түрде аламыз. 2-3 рет аламыз. Менікі газым аса қатты жанбағандықтан 1 сағатта қайнады. Қайнаған соң кешегі бұқтырып қойған бидайымызды салдым. Осындай менде орташа кесемен 1,5 кесе бидай алдым. Соның бәрін салып, тұзын көрем, тұзы жетпесе тұзын салам. 1,5 ас қасық тұз салдым. Және осы қалпын 2,5-3 сағаттай баяу отта ақырын ғана бұрқылдатып қайнат. Кейбір елді мекендерде бидайды бөлек пісіреді екен суға, одан соң нанды бөлек суға пісіреді екен. Мен бәрін бір осы еттің сорпасына пісіремін. 3 сағат өткен соң етімізді сүзіп аламыз. Бөлектеп, өстіп кепсермен алсаңыз, еттің бетінен алып аласыз. Бидайы артық көп кетпейді, уайымдамаңыздар. Етті суытуға қоямыз. Ол уақытта жаңағы кесемізбен 1 кесе тары салдым, және 1 орташа сәбіздің жартысын турадым. Екеуін жарты сағаттай қайнатамын. Одан соң 3-4 орташа картошканы салып, тағы 20 минут қайнатамын. Қазымызды бөлек турап қойдық. 2 жұмыртқа мен кішігірім күлше нан иледім. Соны жайып, 2 түрлі қылып кестім. Ұзын кеспе қылып кестім, және майдалау жайма қылып кесіп, екеуін салдым. Кеспені бір қайнатамызда көжеміздің астын өшіре береміз. Болды, наурыз көжеміз дайын болады. Егер сіздер картошка, сәбізді ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Менің толық ингредиенттер құрамым 9 зат болды. Ал егер сәбіз бен картошканы алып тастасаңыздар, 7 зат болады. Наурыз көжеге 7 заттан немесе 9 түрден, немесе 11 заттан жасайды. Тақсан болуы қажет. Сорпамызды өшірген соң, жаңағы дайындап турап қойған етімізді саламыз. Болды, наурыз көжеміз дайын. Өте дәмді болды. Үлкен кісілердің бәріне ұнады. Етіміз жұмсақ, сүрленген. Сорпаның дәмі деген ерекше, айтып жеткізу мүмкін емес. Осылайынан етінен, кеспесінен араластырып саламыз. Үстіне бөлек қазы мен қатық құямыз. Мен қазы мен қатықты дастарханның үстіне қойдым, елдер қалағанша салсын деп. Сәбізді көжеге ерекше түспес берсін деп қостым. Егер видео рецепт ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Картошка сорпаға ерекше қою, әдемі дәм береді. Ет қайнаған кезде қисығынан қақпағын қойғандықтан солай болып қалды. Астарыңыз дәмді болсын.